Саламатсыздармы оқушылар, мен Қилыбаева Жадыра, Бейнеу ауданы Ыбырай Алтынсарин орта мектебі коммуналды мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі. Балалар, біз сіздермен бүгін бірінші сынып сауат ашу пәні бойынша заттық сынып білдіретін сөздер тақырыбын толық меңгеретін боламыз. Сабағымыздың мақсаты заттық сынып білдіретін сөздерді ажырата алу және орынды қолдана білу. Балалар, ең алдымен тақтадағы суретке назар аударамыз. Бұл не? Я, балалар, бұл кемпір қосақ. Кемпір қосақта неше түс бар? Я, балалар, 7 түс бар. Кемпір қосақтың пішіні қандай? Я, балалар, пішіні доғал. Келесі, балалар, кемпір қосақта қандай түстер бар? Атап өтейікші. Қызыл, күлгін, көк, жасыл, сары, қызғылт сары, қызыл. Балалар, біз заттарды түсін атап өттік. Балалар, енді біздер заттың пішіні мен көлемін айтып өтетін боламыз. Тақтаға назар аударайық. Біздер жаңа түсін атап өттік. Енді бірінші фигурамыздың түсі қандай? Бәрекелді балалар, күлгін. Түсі күлгін. Пішіні қандай? Үшбұрыш. Көлемі қандай? Екі фигураны бір-бірімен салыстырамыз. Көлемі қандай? Бәрекелді, үлкен. Келесі екінші фигурамызға назар аударамыз. Фигураның түсі қандай? Жарайсыңдар, қызыл. Пішіні қандай? Жарайсыңдар, шаршы. Көлемі қандай? Өте жақсы, кіші. Балалар, енді тапсырмамызды қорытындылайық. Біз заттың түсін, пішінін, көлемін сипаттап өттік. Енді қолымдағы нәрсеге назар аударамыз. Балалар, бұл не? Бұл алма. Өте жақсы, балалар. Алманың түсі қандай? Қызыл. Пішіні қандай? Дөңгелек. Көлемі қандай? Кіші. Ал енді балалар, бұның дәмі қандай? Дәмі тәтті, тұщы, қышқыл, жақсы. Алманы біздер толықтай сипаттап өттік. Енді балалар, біздер манадан түсін айттық, пішінін, көлемін, дәмін айттық. Енді осы жерден өзіміз қорытындылап көрейікші. Манадан бері біздер қандай сұрақ қойып жатырмыз? Жарайсыңдар, қандай деген сұрақ? Енді осы жерден өзіміз қорытындылап көрейік. Ереже шығарып. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Ережені тағы бір қайталаймыз. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай сұрақтары қойылады. Енді біз осы тақырыпты одан ары қарай толықтай түсіну үшін видеоға назар аударамыз. Мынау не? Бұл томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап, мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе, олар сын есімдер. Бәрекелді балалар, видеоролигімізді мұқият тыңдаған болсақ, енді кітаппен жұмыс жасауға кірісейік. Кітабымыздың 87-ші бетін ашып, бірінші жаттығуға назар аударамыз. Мұзафар Әлімбаев таныстың «Рахат қой салқын су» өлеңімен мұқият танысамыз.
мосқары, тау қойнында туған мен. Суық қой деп ызғары, қорықпаймын судан мен. Су пайдалы адамға, шынығамын күнде мен. Тоңбайды ана боранда, салқын суға үйренген. Балалар, осы өлеңді үйден мұқият жаттап аламыз, және өзің салқын суды ұнатасың ба? Сумен шынығу дегенді қалай түсінесің сұрақтарына мұғалімнің жеке кабинетіне кіріп жауап берулеріңізді сұраймын. Ал қазір қарамен берілген сөзге сұрақ қойып, мына өлеңнің ішінен қарамен берілген сөзді тауып аламыз. Бәрекелді, ол бізде салқын. Салқын деген сөзге сұрақ қоямыз. Салқын. Салқын су. Қандай сұрақ қоямыз? Қандай су? Салқын су. Қандай су? Яғни салқын су. Біздер қандай деген сұраққа жауап беретіндерді осы жерде ережемізді еске тағы да түсіріп аламыз. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай сұрақтары қойылады? Мұқият есте сақтаймыз. Келесі жұмыс дәптерлеріміздің 35-36 бетін ашамыз. 35-ші бетте екінші жаттығуға берілген жолға екінші жаттығуды мұқият оқып, көшіріп жазамыз, әдемілеп көшіріп жазып аламыз да, қандай деген сұраққа жауап беретін сөздің астын сызып кетеміз. Үшінші жаттығу, кітабымыздың 88-ші бетте үшінші жаттығуын берілген мәтінді басынан бастап көшіріп, оны ары қарай өз ойымызбен жалғастырамыз. Жазуымызды әдемі жазамыз. Бесінші жаттығуда көп нүктенің орнына сын есімді, заттың сынын білдіретін сөздерді қойып, көшіріп жазып шығамыз. Осы тапсырмалар мұқият орындалғаннан кейін сынып жетекшінің жеке кабинетіне кіріп, комментарий жазуын сұрауларыңызға болады. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.